Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен асқабақпен ашытылып дайын болатын құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге асқабақ, ұн, тұз, 3 жұмыртқа, ашытқы, сүт, су, сұйық май қажет болатын болады. Бірінші асқабағымызды піскен блендердің көмегімен осылайша ақсылап езіп аламыз. Үстіне 3 жұмыртқамызды салып, сүтімізді құйып, суымызды құйып, осылай бәрін араластырып, тұзымызды салып, бір қалыпты, яғни масса жасап аламыз. Бір қалыпты етіп араластырып, езіп алғаннан кейін ұнымызды салып, ең соңында сұйық майымызды құямыз. Содан кейін ұнымызды салып, ашытқы екеуін кезектестіре салып, араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алыңыздар. Менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және жақындарыңызбен осы рецептпен бөлісе отырыңыздар. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады, дәмді әрі пайдалы. Қазір күз мезгілінде асқабақтың өте көп және арзан, жасап көрсеңіздер осылай дәмді болып шығады. Осылай 40 минутқа бетінде шапая пленкамен жауып қоятын боламыз. 40 минуттан кейін қараңыздар, ашып көтеріліп күшті болды. Мен табамды қыздырып, оған осылай құйып дайындап алдым. Тура видеодағыдай ажурный дейді ғой, сондай болып тұр ғой. Иісі де, дәмі де өте дәмді, түсі деген сары алтын күздей болып тұр ғой. Жақындарға бөлісіп сақтап алыңыз.